мальчик, да? Он на ужаса чуть-чуть не похожа. Юля, если сейчас он выходит, да? Ты не уходи, ладно? А то плохо будет. Юля, сейчас он выйдет, ты это не ломайся. Ломайся, плохо будет, он хороший мальчик уже. Ладно, здесь точно мы Максима сами позовем сюда. Максим, біз саған қыз таптық. Қазақтың мақалындағыдай өзіңе сай керемет қыз таптық енді. Ол қақта? Ол жерде сахнада. Мақсат, орыс ба сен? Орыс ба анау? Жынды Максим, сен өзің де орыссың ғой? Кім орыс? Мен ұмытып кеткен орыс. Максим, мұндай мүмкіндік қайта-қайта туа бермейді, таныс. Не десем болады екен осы? Девушка, тебя зовут как зовут? Меня зовут Юля зовут. Ого, меня зовут Максим зовут. Максим, орысша затрудняешься, қазақшаға айта бер. В общем, былай ғой, құдаша. Қазір қалған саған кафеде айтып берем. Бір айдан соң паркте Максим мен Юля. Максим, жаным, сен үшін суға батсам не тередің? Үстіңнен дәу акула жіберер едім. Өлә, Максим. Сен үшін отқа жансам не тередің? Үстіңнен бензин шашып тұрар едім. Ал саған бар жаққанда машина қақып кетсе не тередің? Үстіңнен көкең дытысымен екі рет өтер едім. Ал сен үшін орыс тілін үйренсем не тередің? О кезде мен через Вашингтон Россияға көшіп кетер едім, айналайын. Менше тұрған жерінен сені алып қашсам не тередің? Құдай-ау жаным, мен де біреудің байы едім. Қой, мен де біреудің қызы едім. Осы Техастың балдары вообще нереально, не таныспау керек, не вообще жүрмеу керек, вообще мәші страшный. Максим! Жол раз-два, біз шығамыз алға, біз Техаспыз, бізде әңгіме бар ма? Жігіттер, Техас деп жыртыла бермеңдер. Кеттік ары қарай. О, Максим, қала жағдай, сен қазақсың ба? Руың қандай? Көше жүз атай, білмегенге құдай. Ойбай, мынау не дейді құдай-ай? Йоу, адай, өлең айтып берейін ба? Қандай? МНБ типа қыздар-ай. Давай. Бақ-бақ-бақтым, тау-басында жаттым, суға келген қыздарды рогаткімен аттым. Ухти, ары қарай. Тау-басында барамыз, саясында жатамыз, бір күн кеттік қалға тиіп-таққамыз. Трибунада тұрған кім? Ол Ленин атамыз, ол Ленин бабамыз, енді қазір осы жерде қоян суретін саламыз. Құрметті көрермендер, ал енді сіздердің назарларыңызда алтын қақпа ойыны. Сонымен, бүгін алтын қақпа ойынында қонақта Техас КВН командасы. Жігіттер, дайынсыңдар ма? Дайынбыз. Дайын болсаңдар ойынды бастаймыз. Сонымен, ойлануға 30 секунд. Так, Тодор, енді қой сұрақ. Бірінші сұрақ. Фырқи дегеніміз не? Фырқи ол жүре ма? Ұшады ол. Қақтан білдің оны? Менің апам айтқан ол ұшатын нәрсе, ол ұшатын кезде фырқи ете қалады деген ол. Фырқи ете қалады ол, фырқи ол. Тек қана ұшатын. Уақыт бітті.
Сонымен кім жауап береді және де фырхи дегеніміз не? Біз командамызбен ойлана келе бір үлкен тұжырымға келдік. Сіздің фырхи деген не деген сұрағыңызға біздің команданың капитаны фырхи не жауап береді. Фырхи деген мен ол. Фырхи деген ол насоспен үрілген құрбақаның екі көзін екі жаққа қойып, майский жүктің мұрнының ортасына қойғандағы, түйетауықтармен салыстырғандағы қырғаяқтың кроссовкілерін айтады. Дұрыс! Жарайсыңдар жігіттер. Ал енді сіздердің алдарыңызда күміс қақпа ашылды. Енді алдарыңызда алтын қақпа тұр. Және де соңғы сұрақ. Ойлануға 30 секунд. Тыңдаңыздар. Чихы-блыки дегеніміз не? Ол жүрмейді. Жүрмейді ол. Чихы-блыки деген бар ғой. Ағайынды ағалы інілер олар. Қақтан білдің ол? Қараса, чихы-блыки. Онда олар Индиядан келген. Индиядан келген. Ол чихы-блыки бар емес па? Негізі ол чихи-брики. Ана ойын бар ғой чихи-брики. Оны просто сағау айтқаны бейді. Чихы-блыки деген. Уақыт бітті. Сонымен бұл сұраққа кім жауап береді және де чихы-блыки дегеніміз не? Біз ойлана келе тағы бір бағанағыдан сәл кішірек тұжырымға келдік. Сіздің чихы-блыки деген не деген сұрағыңызға енді біздің ойыншымыз фырхи жауап береді. Фырхи мен ол тағы да. Чихы-блыки деген бар ғой. Қошқаратаның суындағы кимб бактерияларының және де заводтардан шығатын сигб бактерияларының қосындысынан шығатын шигб бактериялары. Дұрыс емес. Берген. Айттым мен сендерге чихы-блыкидің өзі жауап бере салсын деп. Мен сіздерге айттым ғой турасын. Не дейсіңдер маған енді? Не ал не? Жауап бермейсің бе? Қойдар жігіттер. Қойшы жарас. Не демексің? Тоқта. Не болды сендерге? Дап-дардай жігіт болдыңдар ғой. Алдыларың 25-ке келдіңдер. 3 жыл болды КВН ойнап жүргенімізге. Араларымыздағы достық сезім қайда? Не болды соншама? Жауап берсе біреу, не болды соншама? Сіздің не болды деген сұрағыңызға біздің команданың ойыншысы фырхи жауап береді. Шынында да мақсат. Достарым, біз 3 жыл болды бірге жүрміз. Біз қиындықты да бірге көрдік, қуанышты да бірге көрдік. Әлі талай биік асулар бәрі алдымызда. Мақсат, сен ренжіме, бұған кінәлі анау чихы-блыки. Жігіттер, сонда да арамыздағы достық жібі үзілмесін деп, достық қазығын қағайық. Üç yıl olsa da